Мен мүлдем өз-өзіме сене алар емеспін. Бұлай болуы мүлдем мүмкін емес қой. Есіңдер тақтаға тұрған жазуды көрдіңдер ма? Все мертвый деп қойыпты. Зомбилар жазалама не? Блин, мен сендерге бұны айтпаппын ғой. Қазір шығарылған зомбилар ол мүлдем мықты зомбилар. Оларды оңайлықпен өлтіру, оңайлықпен тірілту, вакцина шығару мүлдем қиын. Және де ол зомбилар тіпті ақылды зомбилар десе де болады. Тіпті 50% зомби, 50% адамда болып жүргендер бар. Көп зомбилар сондай. Әсіресе қыз зомбилар сондай болады. Олар адамда керек кезде адам, керек кезде зомби болады. Бірақ ол адам болуы мүлдем ақылға қонымсыз. Себебі зомби болған соң оның қанына таралып кетеді. Және де солай ары қарай зомби болып кетеді. Біз если бұлай жалғаса беретін болса, біз мүлдем бәріміз зомбиға айналып кетеміз, және де тіршілік жойылады. Сол себепті бізге басқа нәрсе ойлап табу керек. Мен, кстати, осы мектептегі бір медпунктті білем. Ол вообще странный. Және де ол да жаңадан келген. Бүкіл еще мына бетте қоспалар что-то жоқ. Сол және де оны мықты ғалым дедім. Ол ғалымның да мүмкін іске қатысы бар шығар. Оның кім екенін білесің бе? Ал сипаттап бере аласың ба? Ол мүлдем көзге түспейді. Мен алдында ішханаға барған кезде бір жерді қазып жатқан кезде, либо бір шетті іздеп жатқан кезінде көріп қалғанмын. Мүлдем тірі бермейді. Сразу артына қарап кетіп қалды. Артына барайын десем, уже сабақ уақытысы. Тез сабаққа кіру керек болды. Сен де сол кезде барып қарай салуың керек еді. Бірақ шашында андай шашы бұйралау келген. Үстінде ақ киім болады. И всегда андай немен жүредім. Золотисты резинкамен. Сонымен жүр. Менің есіме түсті. Сендердің сказкаларына тойдым уже мен. Тыңдасаңшы. Может, жақсы нәрсе айтып жатқан шығар. Мен телефоннан бәрін іздестіріп жатырмын. Қазір тек біздің мектепте емес, біраз қалаларды зомби қаптап кетіпті. Ал ең қаптаған жерге біздің мектеп пен оның айналасы жатады екен, яғни біздің қала. Және де бүкіл жерде рейстер жабылған, жоғары органдардың жағдайлары вообще күшті. Сондай екен. Мүлдем жоқпа кеткен. Айттым ғой мен сендерге соның бәрін. Енді не істейміз? Мен мына жазу мен көзіме күйік болып тұр. Өшіп тастайыншы. Бізге сол медпунктті табу керек. Яғни сол ғалымды, қысқаша айтқанда. Ол ғалымда, ол осы мектепте осы қалаға жауап беріп жатқан соң, ода 100% осы зомбидан қалай арылудың бүкіл вакцинасы бар. Сен қайдан білесің? Менің әкем айтқан. Егер осында болып жатса, сен осы ғалым шарды құтқаруы мүмкін деп. Яғни құтқара аласың деген. Онда оны қалай іздейміз? Онда оны зомбилар не істемей ма? Прям еркін жүре береді екен да? Жоқ, ол да зомбидің бір түріне кіреді. Бірақ 90% адам, 10% зомби. Тіпті 1%-ға зомби болсаң да, зомбилар саған түк те істей алмайды. Себебі ол иістен және де қараңғыда мүлдем көре алмай қалады. Егер олар егер бізде 1%-ға зомби болсақ, бізде сондай болар едік. Онда неге зомби болмаймыз? Егер зомби тікелей бізде тістесе, біз 100% зомбиға айналып кетеміз. Мүмкін 50%. Именно осы мектепте ең мықты зомбилар. Оның ішінде тез жүгіретін, және де адамша сөйлей алатын, және 10%-ға да зомбилар да бар. 10% только денесі ғана болған. Ал біз соны табу керекпіз, сол қызды. Бірақ ол мүлдем сирек кездесетін зомбидің түрі. Яғни ол 10% зомбиға жатады. Және де ол бүкіл зомбилардың қандай болатынын еститін, және де ғалымдардың бәрін біледі.
Мені күттіңдер ма? Қорықпай ақ қойыңдар. Мен сендерге ештеңе істемеймін. Сәлем, Лаура. Адина, как дела? Сен қақтан білесің? Бұл менің жақын досымның қызы. Бұл Лаура. Бұл мен айтқан сирек кездесетін 10% айналған зомби. Бұл бүкіл нәрсені біледі. Я, мен бүкіл нәрсені білемін. Бірақ мен сендерге ештеңе айта алмаймын. Неге? Себебі сенің әкең маған ештеңе айтпа деген. Ал мен оған уәде бергем. Ал мен уәдемде тұрамын. Сен бізге ештеңенің жоқ шығар, е? Мен сендерге қалай зомбидан барынша қорғанудың жолын айта аламын. Оны сенен жақсы білеміз. Жоқ, сен білмейтіндерің де бар. Егер сен кез келген анимацияда болсаң, яғни адам есі сенен шықпалса, сен, значит, саған зомбилар мүлдем назар аудармайды. Және де қараңғыда олардың көздері онша сезбейді, бірақ иісі жақсы сезеді. Ал егер сендер кез келген мультфильмнің болсын, кез келген үстеріңе костюм киіп алсаңдар, олар сендерді қараңғыда мүлдем көрмейді, және де иістеріңді де сезбейді. Бұл менің сендерге берген советім. Осыны істесеңдер, сендер ондай жем болмайсыңдар. Так что, көріңдер. Негізі, Адинаның бүкіл айтқанынан және де бағанағы айтқан бәрі дұрыс сияқты. Себебі мен барынша зомби туралы зерттеп жатырмын. Зомбилардың арасында вампир-зомбилер де бар екен. Ал сол вампир-зомби, прикиньте, менің руласым, яғни менің туысқаным екен сол. Ол қалай? Солай. Бірінші сол зомбиға айналып және де сөйтіп кеткен соң, осындай болған. Енді бізге бұл жерден кету керек, себебі ана зомби бізді біліп қойған соң, ол иіс арқылы келуі мүмкін. Там не қылдың? Ой, олар вообще прям қорқып тұр. Және де соның арасында анау ғалым сымақ бар ғой, соның қызы бар екен. Бізге оларды қолға түсіру керек. Бірақ олар көп, ал біз есептеп өте аз. Біз екеуміз ғана 10% зомби болған соң шығар мүмкін. Ой, сендерге вообще сенім жоқ. Сен вампирсің, мүлдем зомби емессің. Білем. Мен қараңғыда ғана жүре алам. Мен жарық кезде мүлдем таппайсыңдар мені. Кетіңдерші бар. Бір күні қолыма түсірем сендерді де. Ойымдамаңдар. Блин, бүкіл зомбилар бізге қарсы болып кетсеші. Ол вампир, ал зомби. Сен қай жерден көрдің? Вампирлар зомбиді басқара алады деген нәрсені. Естідіңдер ма? Ең мықты зомбилар біздің есепте жүр екен. Өйткені басқа қоныстайтын жер болмаған соң. Және бізді біледі екен. Ал неге шабуыл жасамайды? Өйткені оның арасында мен болған соң, зомбилардың бәрі жабылып кетсе, оның ішінде мен ғана 10% зомби болып кетуі мүмкін. Ары қарай біз мүлдем зомби боламаймыз. 10% зомби болған күннің өзінде біз оларға қарсы шыға алатындай боламыз. Және біз жақында салдырған вакцинамыз соған қарсы. Бірақ біз зомбиға айналып кетуіміз мүмкін 90-80%-ға. 50%-дан да көп. Онда сыртқа шығып көрейік та. Біз екеуміз барып көріп келейік, Айсұлтан екеуміз. Мына жерде зомбилардың түрлері көп қой. Ана бетте 2 охрана қалай жапырақтың, яғни жапырақ ағаштың артында тығылып тұр. Что-то ана бетте біреулер жүрген сияқты ма? Артының қолама. Мен тығылып алайын. Не болды сонда?
уже түн болды, зомбилар шығатын уақыт болды. Бірақ ана екеуі что-то лифтпен ұшып кеткен сияқты ма? Қазір оларды туристан көрейін. Осы мектептің тугесінен. Олар лифтте, және қастарында 4 адам бар. Сонда олар тірі адамдар бар ма тағы да бізден басқа? Бізден басқа охраналар ғана тірі болуы мүмкін, бірақ басқа кімдер тірі екенін білмеймін. Онда сыртты көріп келейік. Сонда сендер... Сендерге көп рахмет. Біз ана жерде сәл болмаған